Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті білімгерлер, араб тілі такаллум кітабын асаси деңгейіндегі кітапты оқуды жалғастырамыз. 5-ші тарау, бүгін 3-ші дәрісіміз. Біз осыға дейін ресторанда қалай сөйлесу керек екенін арабша, аэропортта қалай сөйлесу керек екенін арабша және өткен сабақтарымызда сағатты арабша қалай айтады соны өткен еді. 3-тен 5 кетті, 4-ке 15 минут қалды деген секілді нәрселерді. Енді бүгін шетелде болып жатсаңыз, валюта айырбастау қалай жүзеге асады, соны өтетін боламыз. Енді әдеттегідей 114-ші беттеміз. Жаңа сөздіктердің бәрі жаттауға өздеріңіздің еріктеріңізге беріледі, өздеріңізге. Келесі енді фил мактаби сирафати валюта айырбастау бөлмесінде, кабинетінде, офисінде деген мағына біледі. Камил мен муаззаф, яғни жұмысшы мен камил сөйлесу үстінде. Камил айтады: ассаламу алейкум, муаззаф: ва алейкумуссалам, мин фадлика, өтініш, уриду ан уғайяра долларатин, долларларды ауыстыруды қалап отырмын. Уғайиру деген ауыстыру деген сөз. Өзгерту, ауыстыру деген мағына. Муаззаф айтады: тафаддал, бәрекелді, мархабат, кам долларын маака, өзіңізбен бірге қанша доллар бар дейді. Маия $100 долларин, менімен бірге $100 бар. Би мунасаба бикам долларин алияума, бүгін доллар қанша болып жатыр? Бүгін доллар қанша болып жатыр? Ад-доллару алияума, бүгін доллар 5 джунайхатин, 5 джунайхатан болып жатыр. Ва 95 қиршан. Қанша? 35, 90 екен ғой. 95 қирш дейді. Яғни мысалы бізбен алған болса, мысалы 3 теңге 5 тиыннан болып жатыр деген сөз. Кірште айтқан мысалы. Хәл туғайируна лиратын Түркия лирасын ауыстырасыздар ма сіздер деп сұрап жатыр. Ма'ал асафи, өкінішке орай деген. Ма'ал асаф деп айтқан өкінішке орай, лә, жоқ деген сөз. Камил айтады: мен айна уғайиру лираты Түркия лирасын қай жақтан ауыстырсам болады дейді. Түркия лирасын қай жақтан ауыстырсам болады. Муаззаф айтады: минал банкил маркази, марказ деп айтқан орталық деген сөз. Орталық банктен ауыстырсаңыз болады. Камил айтады: ма мауаидул амали фил банкил маркази, ма мауаидул, яғни режим работы деген сөз, жұмыс кестесі, жұмыс уақыты қай кезге дейді орталық банк дейді. Мина саминати сабахан, таңғы сағат 8-ден бастап, иля хамисати масаан, кешкі сағат неге дейін 5-ке дейін дейді. Хәл маака 5 джунайхин факкатан, өзіңізбен бірге, хәл маака, өзіңізбен бірге 5 джунайх факка, ұсақ 5 джунайх шыға ма дейді. Наам, е шығады, тафаддал, марқабат деп отыр. Муаззаф айтады: хазихи 600 джунайхин, бұл қанша болады дейді? 600 джунайх болады дейді. Ғадан аудда деген әмір, сана деген сөз. Сана нұқуды ақшаны санаңыз. Осында мен фадлик өтініш. Шүкрон, рахмет, афуа, оқасы жоқ деген сөз. Енді бұны да тағы 10 рет оқимыз. Осы жайлы екі адам болып бір-біріңізбен сөйлесесіздер. Сөйлесуге тиістер, сөйтіп записке жіберу керексіздер. Болмаса өзіңіз сөйлеп, яғни үшінші жақ болып па, немесе екі адамның орны болып па, кітапқан қарамасын әлбетте. Сөйлеп шығу керексіз, түсінгеніңізді айтып. Мынау беттердің барлығында долларға валюта айырбастауға байланысты жағдайлар. Шетелге шығып жатсаңыз, араб мемлекеттеріне. Мин фадлика уриту ан уғайира доллардың Америка долларын ауыстыруды қалаймын деп сұрап жатыр. Немесе бикам доллар алияум, бүгін доллар қанша болып жатыр деген сияқты сұрақтар қойылып жалғастырып жатыр. Бұны өзіңіз қарап шықсаңыз болады. Сиар деп айтқанымыз құны, бұл жерде еш қиын нәрсе жоқ. Енді дәлге қарасақ болады. Дәл жатуы. Әл-банку я'малу мина самина сабахан иля 5 масаан. Сағат 8-ден кешкі сағат 5-ке дейін. Әл-мат'ам мафтухун, асхана ашық болады. Осыған сізге тапсырма. Өзіңіздің жергілікті жерде асхана немесе университеттің асханасын қаншадан бастап қаншаға дейін тұратынын жазасыз. Әд-дираса табдау, сабақ тағы нешеден бастап нешеге дейін болатынын жазасыз бұл жерге. Енді келесі тақырыбымыз хуруф, харф жарлар мен истифхам, сұрау есімдіктері бірге келгенде қалай болады екен. Минайна
Min ayyi, fi ayyi, bика, ma'a man, liman деген секілді харф жарлармен не істеп қойып отыр? Асырау есімдіктері бірге келіп жатыр екен. Ол қалай болады екен? Қарайық. Min ayna Солих. Солих қайдан? Ва хуа минал Яман. Ол Яманнен. Min ayyi моторин таркабу. Қай аэропортқа қонады, келесің деген сияқты. Аркабу минал мотори, яғни ұшамын деп аударамыз қалай? Аркабу минал мотори, қадим ескі мотордан әуежайдан кетемін, қонамын деген сөз, ұшамын деген сөз. Фи айи уақытин татағадда, қайсы? Фи айи, қайсы деген сөз. Қайсы уақытта түскі ас ішесің? Атағадда фи салисати зухран. Түскі сағат қанша? Зухрдатын түскі деп отырмын. Бесін уақытындағы сағат 3-те дейді. Тамақ ішемін. Бикам долларин, доллар қаншадан? Бикам. А доллары биситтати жунайхатин. Қанша доллар, қанша отыр дейді? 6 жунайх болып жатыр. Мааман, кіммен бірге? Таскуну тұрып жатсың. Аскуну маал жадди, кіммен бірге дейді? Атаммен бірге тұрып жатырмын дейді. Лиман хази саа, но сағат кімдікі дейді? Лиман кімдікі деген сөз. Хази саату лил надир, бұл сағат кімдікі? Ладирдікі деп айтады. Жақсы, бә және тә жаттығуын үйге алайық. Бә жаттығуда сұраққа жауап бересіз. Сұраққа жауап бересіз. Мына жерде сұрақ тұр, соның жауабын стрелка қойып арқылы табып отырасыз. Ал тәді одан дейді? Фи айи жамиатын тадрусу. Адрусу, яғни бұл жерде сұрақты қоясыз, сұрақты жазасыз. Жауап беріп қойған сұрақты жазасыз. Жақсы, осы жерден аяқтайық. Уахир, үйге жаңағы берілген тапсырмалар және сөйлесу және мынау екі жаттығу. Суретке түсіріп ортақ группаға жібересіз. Уахиру дауан, алхамдулиллахи роббил аламин.